Сәлем достар, сіздермен бірге Ақгүл Ғалымжанова. Бүгін үй жағдайында сырный шарики дайындайтын боламыз, ал дайын болыңыздар. Сырный шарики дайындау үшін бізге қажетті өнімдер: 2 жұмыртқа, 300 грамм сыр, 2 ас қасық ұн және 10 грамм разрыхлитель. Ең алдымен жұмыртқамызды жарып, ағын сарысынан ажыратып аламыз. Міндетті түрде ағын салатын ыдысымыз құрғақ, таза болу керек. Құрғақ болмаса, ол дұрыс араластырылмайды. Жұмыртқамызға кішкене тұз себелеп, миксерімізді қосып араластыратын боламыз. Аппақ пена болғанша, қою аппақ пена болғанша араластырамыз. Не көріп отырғандарыңыздай аппақ пена болды. Енді оны төңкеріп көргенде ол түспейтін болады. Осындай процесс болу керек сіздерде де. Енді оған 2 ас қасық ұнымызды және разрыхлителімізді қосамыз. Араластырамыз. Келесі сырымызды үккіштен өткізіп аламыз. Өткізіп алған сырымызды жаңағы араласқан жұмыртқа мен ұн разрыхлитель араласқан қоспамызға қосамыз. Араластырамыз. Енді осы қоспамызды қолымызбен дөңгелентіп шарик қылып шығарамыз және ұнға бір аунатып қоятын боламыз. Міне дайын болды шариктеріміз. Енді осыны қызып тұрған майға қуыратын боламыз. Шариктерімізді майға салып, жақсылап қызартып қуырамыз. Алтын түске енгенше араластырамыз. Міне шариктеріміз, сырный шарикіміз дайын болды. Қытырлаған, арасында сыры езіліп тұр, көріп тұрғандарыңыздай. Сырды мұнан да көптеу салсаңыздар да болады, қалауларыңызша. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.